Ассалаумағалейкум, құрметті серіктестер. Міне бізде қоймада шпондардың түр-түрін көріп тұрсыздар. Бірнеше түрінен бар. Мына шпон деген нәрсе сіздерге бір түсіндіріп айтып кететін. Шпонды фотодан көріп таңдай алмайсыздар. Алыстан бір жаққа заказ берген кезде соған қатты мән беріңіздер. Шпонды ол фотода басқа болады, көзбен көргенде басқа болады, және жарықтың түсуіне байланысты. Жарық қалай түседі, сондай уақытта түсі өзгеретін болады. Сондықтан қателесіп, бір алыс жақтан заказ беріп, шпонда өйтіп алданып қалып жүрмеңіздер. Мысалы, мынандай шпондарды, мысалы, қазір мынандай болып тұр, ал сіз көзбен көретін болсаңыздар, бұл түс өзгеріп кетеді, сарғыштау болып кетеді. Сол секілді, мына однотонный көріп тұрсыздар ғой, бежевый бар, көкшілдеу бар, ткановый бар. Осылардың бәрі өзгереді. Көзбен көргенде және жарықтың дұрыс түсуіне байланысты ол өзгереді. Сондықтан алданып, алысқа заказ берген кезде де алдын ала бір кусогын сұратып алып, кусогын алып, үйіңізге қойып қарап, содан кейін заказ беріңіздер. Соған мұқият қараңыздар, алданып босқа ақшаны далаға шығармаңыздар.